Ассалаумағалейкум астарына телеарнасының көрермендері. Тікелей эфирде маңызды мәселе бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыз Рамазан айына дайындық, яғни осы Шағбан айын қалай өткіземіз деген тақырыпта, сол турасында болмақ. Қонақтармен өздеріңізді таныстырып өтейін. Бүгінгі эфиріміздің қонағы Қалқаман екі мешітінің бас имамы, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының жанындағы республикалық имамдардың білімін жетілдіру ислам институтының директоры Кенжалы Мырзабаев ағамыз. Сондай-ақ Әбубәкір мешітінің наиб имамы Айдос Шарапатбекұлы. Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Уағалейкумассалам. Қалай, көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Аллаға шүкір, алхамдулилlah. Енді бүгін бір ерекше күн болып тұр. Жалпы осы айдың өзі ерекше, бәріміз Рамазан айын күллі мұсылман халқы ерекше күтеді. Әсіресе осы қазақ халқы өзі әу бастан әлмисақтан мұсылманбыз деп жатады ғой ата-бабаларымыз. Сол енді қашанғы бабаларымыздан мұсылман болып келе жатқан халық осы Рамазан айын ерекше күтеді. Сол Рамазанның айында келетін ай екен осы Шағбан деген. Жалпы Шағбанды Рамазанға дайындық айы деп жатамыз ғой. Сол дайындықты қалай өткізуіміз керек, дайындықты неден бастауымыз керек, соны өзіңізден бастасақ, осы сұрақтан бастасақ Кенжел аға. Жалпы Шағбан айында қалай өткізуіміз керек құлшылықты? Альхамдулилlah, барлық мақтау күллі әлемнің 18 ғаламның Раббысы, жаратушымыз біздерге жан берген, рух берген, осындай нығметтер берген Алла Тағалаға сан шүкірлер болсын. Бүгін өте бір маңызды да тақырып, бұл айлардың жаңағы сондай сауап амалдарын қозғайын деп отырмыз, Құда қаласа. Мына енді қазіргі таңда хижра жыл санауы бойынша 1440 жыл ғой, соның Шағбан айы, Рамазан айының алдындағы ай. Бұл да 4 харам айы бар ғой Құранда, аттар аталған. Сол 4 айдың жаңағы шухур харам дейді, хурум дейді ғой. Соның 4-інің бірі осы Шағбан. Енді Шағбан айы бұл да бір қасиетті ай. Енді Алла Тағала күндерді, айларды, түндерді жаратқан. Әрине жаман күн, жаман ай, жаман түн болмайды еш уақытта. Бірақ сол айлардың, күндердің, түндердің ішінде де ол өзі бір тоқталатын, біз пенделер үшін, мұсылмандар үшін өте қасиетті күндер, айлар болады. Сол міне Шағбан айы келді. Бұл да бір қасиетті айдың бірі. Міне осы Шағбан айымызда біздер Айша анамыздың жаңағы хадисте жеткізгеніндей бар. Пайғамбарымыз Шағбан айының ортасына дейін көбірек ораза ұстаған екен. Ортасына дейін. Үлкен рахмет, Алла разы болсын. Айдос аға, жалпы сіз биылғы дайындықты неден бастап жатсыз? Жалпы Рамазан айына дайындық дейміз ғой Шағбан айын. Жалпы негізінде бисмиллахир-рахманир-рахим. Әуелі мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Мынау Шағбан айына, жалпы Шағбан айының ішінде Рамазан айына дайындық деп жатамыз. Бұл негізінде бізге сол қарайтын болсақ, жұма намазын алсақ, сол жұма намазының алдында және артында өзінің бекіткен сүннеттері бар ғой. Сол сүннеттер қарайтын болса, сол ортадағы парызды көркемдейді екен. Яғни біз қарайтын болсақ, енді Ражаб және Шағбан, Шағбаннан кейін Рамазан, Рамазаннан кейін Шәуәл келеді. Яғни ол Шағбанда да пайғамбарымыз көп ораза ұстаған айтылады, және Шәуәл айында 6 күндік ораза бір жылға сауап ретінде жазылатынын айтады. Қарайтын болса, осы екі сүннет, негізінде сүннет дегеніміз сол сүннетті орындау арқылы біз парызымызды көркемдейді екенбіз. Яғни осы сүннет оразаларды ұстаумен сөйтіп дайындалған дұрыс, және ол Шағбаннан емес, негізінде сол Ережеп айында. Негізі қарайтын болсақ, қазіргі кезде де, алдан кезде де осы негізінде Ережеп айына байланысты оразалар, мысалы үшін айтылады ғой, пәлен күн ораза ұстасаң, пәлен сауап болады екен. Осындай дұға жасасаң, күнәларың бәрі төгіледі екен деген сияқты жазылады, айтылады. Енді Ережеп айына байланысты бұндай шынымен де әлсіз, яғни дағиф деп келіп жатады. Шынымен де солай болса керек, өйткені бұндай нәрселерді тарату болмаса, осындай нәрсемен айналысу болмаса, Рамазанды кімге бірінші болып ескертетін болсаң, күнәларың бәрі кешіріледі деген сияқты. Бұл негізі дінді кезінде апейін деп айтты ғой. Сондай нәрсеге дейін алып келеді да. Өйткені қалаған күнәмді істеп, осы айда мен бір күн ораза ұстаймын да, күнәмді бәрін төгіп аламын. Дұға жасаймын да, күнәмді бәрін төгіп аламын деген нәрселерді алып келеді екен да. Негізі бұндай нәрсемен дайындалмау керек та. Дайындықты қалай бастайсыз? Сіз өзіңізден жоспар жасаңыз,
Шағбан айының ішінде жоспар жасаған кезде мен Құранды осы Рамазан айында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 2 рет соңында хатым жасаған. Мен сол сүннетті жасаймын деп. Тіліңізді Құранға сындырып, және жақсылық садақа жасаймын, соған ақша жиып осы айда дайындалайын. Оразаны аз-аздан сондай бір садақаларды, жылы сөз сөйлеуді, мына ғұламалардың айтқан сөзі бар екен. Мына Ережеп айы ол дәнді егетін ай. Шағбан айы суғаратын ай, ал Рамазан айы ол жемісті беретін ай дейді да. Енді біз осы айларда жаңа суғарып, дәнімізді ексек, Рамазанда соны орады екенбіз да. Ал бұл дайындықсыз кіретін болсақ, негізінде Рамазан деген кезде біз ойлаймыз, Рамазанда әйтеуір ораза ұстасақ болды, оразамен шектелу және тарауих намаз жоқ олай емес. Егер Рамазан тек қана тарауихтан тұратын болса, ауырған адам не істейді мысалы? Тарауих оқымайтын адам бар. Ол Рамазанды өткізіп алды ма деген сияқты. Ауырған адам ораза ұстай алмайды деген сияқты. Ол Рамазанды өткізіп алды ма? Бұл жерде біздің дайындығымызға байланысты берілетін сыйлықтар екен. Жалпы осы. Үлкен рахмет. Сөзіңізден есімізге түсіп жатыр. Кезінде біздің бір кісі өзі, Жүрсін Ерман ағамыздың әңгімесі бар ғой, ел арасында да кең тараған. Бір кісі айтатын көрінеді, мен оразаны қалаған уақытымда ұстаймын. Ол міндетті түрде бекітілген уақытта емес. Мен қыста ұстаймын десем қыста ұстаймын, жазда ұстаймын десем жазда ұстаймын деп. Сөйтсе Жүрсін ағамыз айтты ғой, онда қадір түнін қай күнге белгілеп отырсың деп. Сол сияқты шындығында ол осы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының бекіткен жалпы пайғамбар сүннеті, Құранға сай амал етсек, әлбетте сауабымыздың мол болып, Алла алдында амалымыздың қабыл болатындығы анық, иншалла. Енді осы тұрғыда енді ағамыздың сөзінен шығып жатыр, Кенже аға, осы мәселе бізде енді қазір ел арасында жаңағы кім бірінші жеткізсе, кім осынша адамға таратса деген бір ақпараттар көп қой. Осындай жалған ақпараттардың тарауына не себеп біріншіден? Екінші сұрақ, кейбір құлшылықтарды бізде адамдар бір жарысып істейтін сияқты. Енді ол білімі жете ма, жетпей ма, бірақ әйтеуір бір ұзаққа оқысам болды, немесе жұрттан көп оқыдым, мен бүгін осынша сөз айттым, осынша зікір қылдым деген сияқты бір жарысып істейтін сияқты да. Бұл қаншалықты дұрыс? Бұл жерде міндетті түрде сан маңызды ма, жоқ әлде аз болса да сапалы болғаны дұрыс па құлшылықтың? Енді пенденің осы жерде айту керек шығар, пенденің қандай да бір амалда өзі ісінде қателескені, енді ол біріншіден ол білімсіздік, жаңағыдай ол тарату. Қазір мынау желілерде мына WhatsApp дейді ғой. Иә, қазір көбейіп кетті ғой, мысалы. Бұл діннің өзі мынау ля икраха фид-дин дейді ғой, Құранда, садақаллаху азим. Дінде зорлық жоқ, ауырлық жоқ. Ал енді жаңа адамдар таратып атқан адамдардың осындай, егер 10 адамға таратпасаң осындай болады деудің өзі, ол дінге, біздің шариғатқа ол тура келмейді. Оны шариғат былай айтқанда көтермейді ондай нәрселерді. Демек, ол бір пендеуи адамның бір ойластырып, өзінің бір нәпсіне, өзі бір сауап істер емес те енді ол. Ол керісінше адамды тіптен діннен былай алыстатып жіберетін нәрселер. Неге дінде бұндай деп. Өйткені дінде қай ғибадатта болмасын, адамның жаңағы бір адамға бір зиян келтіріп, өміріне қауіп келіп, денсаулығына зиян келетін нәрсені ол дін адамға істе деп айтпайды. Өйткені жаңағы аятта ля икраха фид-дин, ол дінде зорлық, бір ауырлық жоқ. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзі айтады ғой, дінді үйреткендеріңізде, Құран ілімді үйреткенде де не, оны өте жеңілденіп, сүйіншілеп үйретіңдер дейді. Сондықтан мұны бұл жаңағы тарату мәселесінде осындай негізі түсінік бар. Сондықтан бұл әрине ол шариғатқа дұрыс келмейді. Ал енді тарататын болсаңыз, ол бәрі әдемі болып келеді кейде, жаңа тарататын нелер. Ең соңынан бұны таратпасаңыз деп қорқытып қояды. Немесе сауаптан жұрғалас деп қояды. Немесе ол адамға таратыңыз бақыт болып кетесіз дейді. Бұл аятта, бұл хадисте, бұл шариғатта жоқ нәрсені оған қарама-қайшы келетінді сол жерде білдіріп қояды. Адамның өзінің бір нәпсіне байланысты екенін сол жерде білініп тұрады да. Өйткені ол дінде ол кеңшілік, адамға жақсылық ойлайды, жамандық ойламайды шариғатта. Енді жаңа екінші мәселеге тоқталсақ, жаңағы құлшылықтың немесе осы бір айларға байланысты, мысалы жаңа Шағбан айында да біз енді ол бір құлшылыққа құлшындыру үшін айтылады ғой енді. Шағбан айында ұстаған оразаның сауабы, басқа осы Ережеп айында ұсталған ораза деген сияқты бір қасиетті күндерде, қасиетті бір айларда, қасиетті түндерде жасалатын құлшылықтардың қадірі көтеріліп айтылады. Сол кезде бір адамдар бір науқаншыл болып, сол уақытта бір көбірек істеп қалуға тырысып жатады да.
бұл жалпы дұрыс па жоқ әлде бұл түбінде адамның ниетіне байланысты ма? Жаңа мен сұрап жатқаным санына қарай ма құлшылықтың жоқ әлде аз да болса сапалы құлшылық жасағанымыз абзал бола ма? Осының бір арасын ажыратсақ. Енді біріншіден сапалы құлшылық жасаған дұрыс. Енді бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисіне айтқан сөздеріне сүннетіне сүйенетін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп бұл Шағбан айы турасында бір хадистерін айтып кеткен. Ол қай хадис десеңіз, егер де кім әдеттегідей дүйсенбі бейсенбі күндері әдеттеліп сол тоқтатпай жаңағы сол өзіне әдет қылып соны әр айда тұтып жүретін болатын болса, ол Шағбанның екінші жартысында да тұтса болады деген. Ол ешқандай жаңағы бір күнә бір не болмайды деген, артық болмайды деген. Ал енді кім егер де ол оған дайын болмаса, ол ортасынан кейін тоқтатсын деген. Ал енді жаңа біздің Айдос бауырымыздың айтқаны өте бір дұрыс. Мен оның бір былтыр ма осы Рамазан айының алдында мен де бір айтқан, біз баяғы Тастақта осы Төле би мешітінде қызмет жасап жүргенде имам болып, біз бір ай бұрын, бір ай қалғанда жамағаттың жаңағы кім Құран оқи алады? Немесе кім Құран оқи алмайды әлі бетін ашып. Сонда жаңағы адамдардың белгілі болады. Соларды мен өзім бастап күнделікті бір сабақ беріп отырамыз да, Рамазанға сол ежелеп болсын Құранның бетін ашып оқитындай дәрежеге жетеді. Тек қана ықылас болу керек та, жаңа сабақтан қалмай келсе, енді Рамазан айында, Құран айында оқыған бұл үлкен бақыт қой, енді Құранды қолға алып, өзің оқығаннан ол сауабы деген енді ол шексіз сауаптар былай айтқанда. Сондықтан біздің жаңағы жамағатты, халықты былай айтқанда, мұсылман қауымдар, әсіресе жастарды қазір мынау енді біздің қаланың бас имамы да ұйымдастырып жатыр ғой, қазір жарыстар осы жаңағы кішкене ынталандырып, біздің Наурызбай ауданында да бірнеше қарилар шығады деп үміттеніп отырмыз. Біздің Қалқаман мешіті, екі мешітінің, біздің мешіттің жақында бірінші орын алды біздің бір шәкіртіміз. Сондықтан бұның бәрі бұл Алланың кәләмін жаттау әрине, ол тек қана сонымен шектелмейді. Жалпы бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үмметтеріне бізге жалпы көрсеткен жолдардың ең үлкен бір сара жолының бірі адамдық қасиеттен жаңағы арылмау керек. Әр уақытта әдеп, көркем мінездік ең бастысы осы. Адамдардың бір-бірімен жаңағы қарым-қатынасы дұрыс болу керек. Жаңа өзіңіз айтқаныңыз қандай керемет. Мен намаз оқыдым, мен ораза ұстадым, қажылыққа бардым деп кетпеу керек та. Алла тағала екі нәрсені жек көреді ғой. Біріншісі сол жаңағы тәкаппарлықты. Тәкаппарлықтың түрі көп екен. Сол өзінің жаңағы ілімі дұрыс деп басқалардың үстінен үстем қарайтын, өзім білімім көп деп қарайтын тәкаппарлықтың өзі де ол Алланың енді ілімі ғой. Алымның алымы, білгірдің білгірі Алла ғой енді. Ол да бір тәкаппарлықтың белгісі екен. Сондықтан білмейтін нәрсеміз әрине көп, бірақ осы аз да болса, соны бір кішіпейілдікпен, тақуалықпен көрсетуіміз керек екен да. Сондықтан бізде енді әрине халықтың арасында кейде ол да білімсіздік па, тәрбиеге байланысты ма, бізде көп әдеп сақтамаймыз. Кейде біз имамдар байқаймыз, Құран оқып отқанның өзінде де сахабалар Құран оқып отқанда орнынан тұрып кетіп қалған жоқ қой. Құранды тыңдады ғой. Сахабалар, табиғиндер, жаңағы салаф солихиндерді алайық, соларды алайық. Әрине, мұсылман адамы Құран оқылғанда ол отыра салып үйіп тыңдау керек. Ол сондай мәселе. Үлкен рахмет. Енді жалпы тақырыбымыз Шағбан айы ғой, Айдос аға. Ақыры негізгі ниетте туралау керек екенін түсініп жатырмыз. Жалпы енді көпшілікке де үлгі болсын. Сізден сұрарым, пайғамбарымыз осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы Шағбан айында негізінен қандай құлшылықтар жасаған? Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл айда жаңағыдай оразаны басқа айдан қарағанда көбейткендігі айтылады. Бұл айда жаңағы ширктен сақтанып, жаңағы күнәлі істерден көбірек пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тәубе етуді, жаңағы сауапты істерді көп істеуді үгіттеген. Және жаңа айттық қой, осы айда дайындалуымыз керек, жаңа ниетті дұрыстауымыз керек. Ниетті дұрыстағанда қараймыз. Мына оразада жаңа Құран оқу деп жатыр. Кенже ағамыз Қажекең айтып жатыр. Біз шәкірттерді осылай дайындайтынбыз деп. Енді сахабаларды да айтты. Сахабалар қалай Құран оқығыңызда қандай болды деп. Енді қараңыз, біз Аллах Тағаладан Фирдаус жәннатын сұраймыз ғой. Рамазанда ораза ұстадық. Аллахым Фирдаус жәннатын бер деп. Енді Аллах Тағала әділ өзі. Әділ болғандықтан қарайтын болса, кезінде сахабалар
Рамазанда Құранды оқыған кезде Алламен тілдесіп жатқандай жүректері жарылып кете жаздап оқыды дейді. Ал енді біз Рамазанда Құранды ашып қойып, көзімізді анда-санда теледидарға бұрып, телефонға жауап беріп оқып отырсақ. Енді сахабада Фирдауста, сіз де Фирдаустасыз. Сонда Алла әділді ма қарайтын болсаңыз? Яғни екеуіңізді Фирдаусқа сөйтіп қояды ма Аллах Тағала? Жоқ, ол жаңағы сахабаның әрекетінде әрекет жасайтын болсақ, Аллах Тағала сол Фирдаусты бізге береді екен да, иншалла. Сол ниетімізді осы Шағбаннан түзеп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жаңа осындай амалдарды көп жасады, кешірім сұрады. Хадис, тағы да бір сахих хадис келеді Айша анамыздан. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам түннің ортасында бөлек намаз оқып жатқан еді дейді. Сонда жүрегі, яғни дүниеден өтіп кеткендей күйде сезіндім дейді, барып аяғынан түрткен кезде пайғамбарымыз қимылдады дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи дұғасы онда жаңағы Шағбан айында жасалып жатқан намазы айтып жатқан. Аллахым, сенің азабыңнан рахметіңе, ашуыңнан разылығыңа сыйынамын деп дұға жасап кешірім сұрап жатқандығын айтады. Яғни көп кешірім сұрау керектігін бізге менсейді. Үлкен рахмет. Мен осы жерде мен де сізден кешірім сұрайын деп тұрмын. Себебі бізге хабарласып жатқан көрерменіміз бар екен. Ендеше құлағымызды сол кісілерге түрейік. Ассалаумағалейкум, сіз тікелей эфирдесіз. Сізге сұрағым бар еді. Иә, қоя беріңіз, құлағымыз сізде. Біріншіден кенже Әлем Мырзабайұлына өзімнің сәлемін жолдағым келеді. Алейкум салам. Тастақ мешіттен ылғи көретін, қазір көрінбей кеттіңіз. Ол қай мешіттесіз қазір? Ағамыз Қалқаман 2 мешітінде екен, иә, келесі сұрағыңызға қоя беріңіз. Қалқаман мешітінде. Және де сол кенже Әлі ағамызға осы қадір түні қай күнге сәйкес келеді, оны әлі шешті ме мысалы? Иә, қадір түні қай күнге сәйкес келеді? Сол туралы ақпарат беріп кетсеңіз. Енді бізде әлі кесте түбегейлі шыққан жоқ, бірақ сол оразаның бірінші күні сол 6-сында деп отырмыз. Иә, жаңағы баяғыда біреу сұраған екен, ақшам намазын қайсыз деп. Мен айтам, күн батқанда деймін да, сол сап 26-сынан 27-сіне қараған түні ғой. Құда қаласа, оны енді алдын ала айтамыз, бауырым, айтамыз. Кесте шығады, бізде енді жылда, кешіріңіз, жылда біздің осы мысалы барлық Қазақстандағы көпшілік Қазақстандағы мешіттерде және біздің осы Алматыда әсіресе өзіміз білетін мешіттерде жаңағы діни басқарманың біздің өзіміздің муфтияттан пәтуа шығып, қай күні жаңағы ораза басталады, қай күні жаңағы қадір түні, қандай фитр садақасы бар, басқа бәрін уақыттарын белгілеп айтып қояды. Сонымен бүкіл Қазақстанның мұсылмандар сонымен жүреміз. Өйткені ол біздің барлық мұсылмандарға пәтуа бір жерден. Ол жауапты. Бір орталықтан ол жауапты. Сондықтан жаңағы ауыз ашу мәселесі бар, бұндай көптен көп айтылатын шығар, енді өздеріңіз жылда қозғап жүрсіздер. Ол өте маңызды нәрсе. Ауызды бекіту, ауызды ашу, осындай жаңа Рамазан айында. Біз енді қазір Қалқаман 2 мешітіндеміз, соның институтамыз, Аллаға шүкір. Наурызбай ауданында. Сол келіңіздер, әр уақытта. Есігіміз ашық, Алланың ашық. Үлкен рахмет, Алла разы болсын. Енді келесі сұрақты өзіңізге қойсам деп отырмын. Енді жалпы Шағбан айы дегенде Рамазанға дайындық деген кезде көрермендер тарапынан жиі қойылатын бір сұрақтар бар. Осы енді Рамазан айына қап кететін бір қазалар болады ғой. Бір қарыз күндер болады. Осы Шағбан айында бәлкім кеш естіп қалам екен, әртүрлі себептермен Шағбан айының да оразасын ұстағысы келеді, қарызды да тұтқысы келеді. Осы екі ортада қайсысын тұту керек? Қарыз оразаны тұту керек па, жоқ осы сүннетке амал етіп Шағбанның сауапты сүннетті оразаларын тұту керек па, қайсысын бірінші атқару керек, қайсысын кейін атқару керек деген сұрақтар мазалайды. Осы жағын бір ажыратып, бір нақты мәліметтер бере кетсеңіз иншалла. Дұрыс, енді әрине жаңа қаза әда деген болады ғой. Қаза өзінің уақытында қалып кеткен ғибадаттарды айтады, енді ғибадатқа байланысты нәрсе. Ал енді әда болса өз уақытында жасалған істелген істерді айтылады. Енді қаза намаздарды, оразаны әрине алдын ала өтеу парыз. Парыз, оны тезірек өтеу керек. Енді мысалы бір адамның қарыздасаңыз тезірек өтеу керек қой. Сосы Алла Тағала мен пенденің арасындағы бұл не ғой? Аманат қой, енді былай айтқанда. Намаз да аманат, ораза да аманат, қажылық та аманат, былай айтқандай. Ал осы қазаларды кейбір адамдар енді әрине ресми жаңағы айтқандай біздің діни басқарма бар ғой енді. Сол ресми мешіттен имамдардың орынбасарларынан біздің
жамағаттар сұрау керек. Кейде бізге енді келгенде айтады, бір пәтуаны естіп айтады да, бір мәселені осындай деп естім, сөйтіп солай жасап жүрмін дейді. Мен сұраймын әдеге, кім айтты деп. Сөйтсем айтады, бір көршіміз айтты, бұрыннан бері намаз оқитын еді деп. Мен айтамын, көршіңіз имам ба, жоқ ұстаз ба, үлкен ғұлама ма деп та. Сондықтан біздің көпшілікке, халқымызға, осы жамағатымызға бір айта кететін нәрсе, әрине енді бәрі олай жасамайды, бірақ көпшілік байқалып қалады. Осындай бір адам айтып еді, сөйтіп істеп жүрмін деп, жаңа оқып жүрмін деп, намазды оқып, ораза ұстап деген. Сондықтан мешіттің ресми имамдарынан келіп, жоқ пәтуа сұрап, олар білсек айтамыз, білмесек кітап қараймыз, болмасам біздің діни басқармада пәтуа бөлімі бар, сол жерден сұрайды. Сондықтан жаңағы қаза демекші, әрине нәпіл оразалардан гөрі, нәпіл намаздардан гөрі қаза оразаларды бірінші өткеріп алу керек. Енді тағы осы жерде бір қосымша айтып кететін бір құлақ қағыс, былай айтқандай. Кейбір адамдар, Алла разы болсын, жаңағы ниеті сондай, Аллаға қалыс қой, сондай бір ықыласты адамдар бар ғой, енді көп қой. Сол адамдар ойлайды, қорқады да, менің қаза оразам бар, сол қазамды өтемей етіп, Рамазан айындағы оразаны, парыз оразамды тұтуға болмайды деп, сондай қорқады да, өйтіп қорықпау керек. Алла сіздің ниетіңізді біліп тұр. Рамазан айы біткеннен кейін, бұрынғы алдыңғы жылда қалған қазалар болса, оны бір күн, 2 күн, 3 күн деп тұтып ала бересіз. Алла кешіруші, ол білгуші, адамның барлық мән-жайын біліп тұратын зат, сондықтан қорықпау керек. Рамазан айын кейбір адамдар енді ол кейін айтыла кетер, Рамазан айын 2-3 күн жіберіп қояды да, мен 3 күн жіберіп қойдым деп, бір ай ары қарай ораза ұстамайтындар да бар. Олай болмайды. Бір күн болса да оның Рамазан айының сондай мархаматына, рахматына бөлене беру керек. Қарызын өтеу беру керек. Үлкен рахмет. Енді Алла Тағала баршамызға ешқандай қарсыз биылғы оразаны қазасыз өтеуді нәсіп етсін. Енді келесі сұрақ. Енді мынау пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сүннетінде ол кісі шабан айында оразаны көбірек ұстаған деп жатырмыз ғой. Бірақ енді біздің білуімізше пайғамбарымыз Рамазанға жақын күндер қалған кезде ораза тұтуын тоқтатқан екен дейді. Бұның сыры неде жалпы? Жалпы негізінде екінші құлшылықтың, бұның сыры енді екінші құлшылықтың арасын үзу, яғни екінші құлшылық Рамазан айының келгендігін білдіру себептермен де тоқтатқан болуы мүмкін. Яғни енді өз пікірім, енді бұл жеке пікірім бойынша. Енді бірақ ары қарай да бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи қандай бір сүннетін қарасаң, оның астарында қаншама мән мағыналар жатыр ғой. Оны қарау керек жақсылап. Үлкен рахмет. Тағы да бір сұрақ туындайды, Кенжел аға. Мынау бізде бұрынғы біздің алдымызда өткен ілгергі ізгілердің жолына қарасақ, үлкен тақуа кісілер өткен ғой. Сол осы Рамазан айын 6 ай бойы күткен, жарты жыл бойы, одан да ерте бәлкім күткен, бір Рамазаннан келесі Рамазанға дейін асығып жететін адамдар туралы естиміз. Сөйтіп соны сүйсіне тыңдаймыз сондай әңгімені. Ал енді біздің қазіргі қоғам сондай болып кетті ме, жоқ ол енді біздің ұлтқа тән қасиет пе екен, әйтеуір қазақ халқы бір тақаған кезде естиміз ғой көп нәрсені. Тойға да өзі сағат 5-те болатын тойға 4:30-да шығамыз деген сияқты, тура Рамазанға тек дайындықты шабан айында бастайды екенбіз да. Осының сыры неде екен? Бұны жалпы осындай мінезді адамның бойындағы бір мінездерді қалай түзеуге болады? Бір алдын ала дайындалуға, жүйелеуге қалай үйретуге болады? Біріншіден мен жаңағы бұның бір себебі мына өте маңызды. Мен енді өз басым былай астарда осыны асқа барғанда кейде енді өзім көп сөйлемеймін, бірақ жаңағы ал молда имам сөйлеу керек, сөйлеу осындай екен деп ол ешкімге сөз бермей, онда Құдай сақтасын. Үлкендер тұрғанда сөз береміз, имам болсақ та. Ол үлкен не ғой, енді бізде шариғатта да пайғамбарымыз сүннет. Сондықтан бұл нәрсе жаңағы сіздің айтқандай жаңағы айтып отырмыз ғой, тағы қайталай беріңіз. Жақындаған кезде дайындаламыз. Негізі ол әрине біздің бір жағынан қазекеңдердің несі шығар, бірақ сахабалар 6 ай бұрын жаңағы дұға жасаған. Мұхаммед пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Ражаб айы басталғанда дұға жасады. Бәрик лана фиш Ражаба ва Шабана ва баллигна Рамазана деп. Рамазан айында 2 ай 60 күн қалған кезде дайындық жасады. Ал енді мен бір ойлап отырмын, мынау жалпы адамдар бұл Рамазан айы адам өзінің
жаңағы нәпсін тәрбиелеудің үлкен мінбесі Рамазан айы. Себебі жаңағы адамның адасатын, жаңағы күнәға бататын, көп күнә жасап қоятын осы нәпсіге байланысты көбіне. Ол жаңағы сол бұғызға байланысты, яғни тамаққа байланысты. Нәпсінің өзі үш түрі болса, біреуі ішіп жеу, екінші жаңағы ұйықтау, үшінші бұл жаңағы некеге келген мәселе, жыныстық қатынаста. Осы үшеуі орташа болса, онда ол адаммен дұрыс бағытта болады. Соның бірі бұл оразада жаңағы нәпсі бұл былай айтқанда шахуаттың несі ғой. Шахуатты көп қолдайтын нәрсе. Мысалға да жаңағы айтып отыр, тәкәббарлық деп отса, ол да нәпсіге байланысты. Сондықтан бұл жаңағы айта берсек не көп қой, жан-жануарларға ақыл берген жоқ, нәпсі берді. Періштелерге ақыл берді, бірақ нәпсі берген жоқ. Ал адамға, инсанға екеуін де берген бізге. Бізде ақыл да бар, нәпсі де бар. Ал ақылмен жасасаң әрбір істі, онда нәпсіңді жаңа айтқанда аяқ қолын байлап, жаңағы ол бұрышқа отырғызып қоясын, тәрбиелеп, сабап. Мін әулиелер, жаңа сіз айтқан сахабалар, табиғиндер сондай болған, өзінің нәпсіне еге болған. Сондықтан аятта келеді, қазір есіме түспей тұр, өзінің нәпсіне соғыс ашқан адам бұл ең тақуа, Аллаға жақын адам болады деген ғой. Ол ең батыр адам деген. Үлкен рахмет. Шындығында осы бір керемет сөздеріңізбен талай адамның нәпсісінде телефонда шырылдаттыңыз ау деймін. Бізге хабарласып жатқан көрермендер бар екен. Ендеше құлағымызды сол көрермендерімізге сөйлейік. Ассалаумағалейкум. Сіз тікелей эфирдесіз. Мына бүгінгі шағбан айына дайындық, шағбан айында Рамазан айына дайындық деп темада беріп жатырсыздар, өте жақсы. Алла разы болсын сіздерге. Амин. Енді менің қоятын сұрағым мынау, Алматыдан звондап тұр едім. Рамазан айында Құран хатым шығарып, яғни мен әйел адам араб тілінде Құранды Фатихадан бастап 114-ші Нәс сүресіменен бітіруіме болады ма? Бәрекелді, үлкен рахмет. Әйел адам бола тұра, Құранды хатым жасап, басынан аяғына дейін оқып шықсам болады ма деп сұрап жатыр қандай. Керемет. Әрине, сіз айтасыз ба? Әрине болады. Бұл енді ер адамға да, ер мұсылманға да, жаңағы мумина әйелге де, мұсылман әйелге де, қыз балаға да әрине Құранды оқуға болады, оқу керек, үйрену керек. Ол жерде намазда, құлшылықта, Құран оқуда, Алланы зікір етуде барлығы бұл ер адамдарға, әйелдерге де, жасқа да, үлкенге де бірдей ғой. Өйткені талабыл әлімі фарзатын әлі күлі мұсылмен ғой, бәріне мұсылматын дейді ғой, бәрі ерлерге. Сондықтан Құранды бәрекелді. Рамазан айы Құран хатын түсіру деген бұл өте үлкен сауап. Рамазан енді оның сауабын енді ол өзіне бір бөлек әңгіме ғой енді. Біраз уақыт алады. Үлкен рахмет. Енді Айдос аға, менің ойымша барлық көрермендерді мазалап отырған бір сұрақ бар деп ойлаймын. Соны өзіңізге қойсам деймін. Енді әрбір ораза ұстаған, исламның дәмін татқан, иманның дәмін татқан әрбір адам оны өзінің ұрпағына, балаларына да үйретіп кеткісі келетіні анық. Бұл тұрғыда жалпы балаларды осы ораза ұстауға қалай бейімдейміз? Дұрыс айтасыз, жалпы ұрпақты сондай игі істерге тәрбиелеп кету, оларға үйретіп кету деген мәселеде бұл кезінде біздің ата-бабаларымыз бәрі оған жетік қараған. Мына кеңестік үкіметтің кезінде дінімізді қолымыздан жұлып алатын кездің өзінде. Осыда сезген бабаларымыз мұсылманшылық жойылып кетпесін деп. Мысалы үшін соның бір түсі Ыбырай Алтынсарин атамыз 1884 жылы Қазан қаласында Шариғул Ислам, яғни мұсылманшылықтың тұтқасы деген кітап жазды. Оны қазақшалап жазды. Біріншіден, жастардың діні бұзылмасын деді. Жастар дінді дұрыс түсінбей, жаңағы түрлі бір қайшылықтарға кетіп қалмасын деген мақсатпен жазған. Екіншісі дейді, жаңағы өзіміздің тілімізді, сондай бір әдет-ғұрпымызды сақтап қалып, шеттен татар тілдері көп қосыла бастады сол кезде шариғатқа беріп болмaz. Олар қосылмай, өз тілімізден үйренсін деп, жаңағы ұрпақты ойлағанды ғой бұл. Соны жазып қараған, соның әр бөліміне қарайтын болсақ, иман бөлімі бар, ораза, намаз. Сол ораза бөліміне кіріп қарасаңыз, бірақ сол бір беттің өзінде қаншама нәрсе біздің көкейімізде сұрақтардың бәрін жауап берген. Қалай бұзылады, қалай бұзылмайды, қандай кезде ашасың, қандай кезде жауасың деген аузыңда сондай мәселелерді қамтыған. Енді бұл ұрпақты ойлағандық.
өскелең ұрпақта. Бұл әрбіріміздің парызымыз, яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи үмметім деп кеткен. Яғни біз де сол пайғамбарымыздың сүннетін ұстап, өскелең ұрпаққа қалай үгіттейміз, жаңа сіз айтпақшы. Балаңыз негізі сіз не істесеңіз соны істейді ғой бала. Қайталайды ғой. Иә, қайталайды. Бала не көрсе ұшқанда соны іледі дейді ғой, біздің ата бабамыз соны айтқан. Яғни сіз ораза сәресіге тұрып ішіп жатсаңыз, бала сәресіңізге тұрады ораза ұстамаса да. Жайлап соны үйренеді. Өйткені біз әкеміздің кезінде солай алдық та, бізде әкеміз ораза ұста, намаз оқы деп бұйырған емес. Әкеміз имам өзі. Сол кезінде 6 жасымызда әлі есімде, мен есімде жоқ қой. Сен 5 жасыңда, сен 6 жасында бірінші ораза ұстағансың деп айтады маған. Оны қалай ұстадым мен? Өйткені ол уақытта қазір 36 жылда бір айналып келеді дейді ғой, бірінші ұстаған оразаң. Қыстың уақыты еді да. Кішкене 5 сағат, 6 сағат уақыт. Әкеммен бірге сәре ішіп, яғни біз үйде баламыздың көзінше сәре ішіп, сондай нәрселер істеуіміз керек. Үлкен рахмет. Бізге хабарласып жатқан көрермендеріміз бар екен, енді тағы да құлақ түрейік. Ассалаумағалейкум. Мен сұрағымды қоюшы деп едім. Мен былтыр оразаға кіріп едім. Бірақ қаза күндерім бар. Бірақ биыл оразаға кіре алмаймын, себебі мен өзім ота жасатып келдім. Сол себепті сол оразаларымды қалай өтесем болады. Биыл оразаға да кіре алмаймын. Сол себепті сол ораза биылғы оразадан қалай өтесем, неге жауап берсеңіздерші. Үлкен рахмет. Былтыр ораза ұстап, содан қарызы қалып кеткен. Биыл денсаулығына байланысты ораза ұстай алмайды сияқты. Енді сол қарызы бар, жалпы биылғы оразаның парыз оразаны туайым деп отыр ғой. Биылғы оразаны қалай өтеймін? Егер өзім денсаулығыма байланысты ұстай алмасам, басқаша қандай жолдар бар деген сұрақ қойып жатыр. Алла қуат берсін, енді ол кісіге шипа берсін, ниет қылсын, жазылып ораза ұстайын, құлшылық жасайын деп. Енді үзір ғой енді. Үзір адам фидия береді ғой, фидия. Яғни соны түсіндіріп беріңіз қарап. Фидия деген ораза ұстай алмаған адам, сол күніге бір адам тойдырып тұрады да, орта есеппен жаңағы нанын несін алып беріп тұрады. Сол жаңағы қазір енді 500 мың теңгеге адамға беруге болады. Бір адамға, мұқтаж адамға 1000 теңге шамасында беруге болады да, фидия деп. Өйткені сол 1000 теңгеге ол енді не алмайды, нан алады, басқа не алады. Соны ал енді кейін жазылғаннан кейін, денсаулығы көтергеннен кейін, жаңағы оразаны ары қарай ұстаса болады, қазасын жайлап тұтуға. Енді мынау өзін жаңа қинауға болмайды, себебі дәрігерлермен кеңесу керек. Кейбір адамдар күніне 1 рет емес, 3 рет, 4 рет, 5 рет дәрі ішетіндер. Бүгін бір бауырымыз, ағамыз хабарласты. Осындай былтыр алдыңғы жылдары 2 жыл болды, жүрегіне операция жасаған, ота жасағаны. Соған енді ол кісі биылда тұтамайма 1-2 күн көріп ем, ауырып қалдым дейді. Ол енді оның денсаулығына зиян, өміріне қауіп болып тұр енді. Сондықтан ол онда Алла тағала онда жеңілдіктер бар шариғатта. Сондықтан бір адамға күніге бір адам тойдырып тұрса, фидиясын беріп. Ол сонымен өтеледі Құда қаласа. Алла қуат берсін. Бұл фидия деген, бір адам тойдыру деген мәселе бар адамды мазайтып жатыр. Бұл жерден тағы да анықтап алсақ, ол кез келген адамды тойдыру керек па, жоқ әлде ораза ұстаған адамның аузын аштыру керек па? Жоқ, біріншіден мұқтаж адамға беру керек. Ол ораза ұстасын, ұстамасын. Ол жерде ораза ұстау деген не жоқ. Бірақ ол мұқтаж болу керек та. Біз енді осы жерде бір айтатын нәрсе, жаңа садақаны, бір көмекті, негізі адамның да өзі көңілі тоқ болатындай, бір жаңағы былай айтқандай по адресу дейді ғой, соның өзінің орнына берілсе, ол жақсы болады. Мысалға енді пітір садақаны көбінесе мешітке келіп сұрайды ғой. Қайда береміз деп? Иә, біз енді өз басым, бірақ имамдар да солай айтады, не айту керек. Тек қана ол мешітке деп айта бермейді ғой. 7 түрлі адамға берсең болады. Оның ішінде мешітке де берсең болады деп. Өйткені мешітке көп мұқтаждар келеді да, біз тізіммен жаңа сол нелерге береміз. Биыл бір айтқым келіп отыр, рұқсат болса, осы жерде бір оразаға біз жаңа киімді, осы 5 түрлі киім мұқтаждарға, әрине олар құжат дайындайды. Сол біз Қалқаман мешітінен биыл осы оразаның кезінде соған неғып отырмыз, ниет қылып отырмыз. Бір үлкен фонд бар, жаңағы қор, сонымен бірге жұмыс істеп, былай. Сол біздің алдымен сол жамағаттан бастайын деп отырмыз. Ары қарай, 5 түрлі жаңа, таза киім. Керемет, Алла берекесін берсін. Сондай, оны бір бөлек бір кейін бірге не қылармыз, қандай құжат керек. Сондықтан мен айтайын дегенім, жаңағы берген садақаңыз, көмегіңіз, қандай да бір ихсан садақаларыңыз, сол орнына барса, онда ол береке болады. Үлкен рахмет. Енді бізде тағы да көрерменнен келген сұрақ бар екен. Құлақ түрейік. Ассалаумағалейкум. Сіз тікелей эфирдесіз.
үлкен рахмет. Мына біздің екінші сұрағым, тарауық намазын үйде оқимын. Ең басында 20 рақат тарауық намазын оқуға ниет еттім деп ниет етіп алып, одан кейін 4 рақаттан 5 рет оқимын. Сонда әр 4 рақатты оққаннан кейін ниет етіп отыру керек па, жоқ, бір рет ниет еткен жетіп жата ма? түсінікті болған сияқты. Иә, тарауих намазы енді бұл сүннет қой. Енді ер адамдарға мешітке барып намаз оқу, ол да сүннет, пайғамбарымыздың. Енді әйел кісі мешітке барам десе, оны барма деп айта алмаймыз, себебі жылына бір рет келетін Рамазан айына барсын. Әйелдердің өзінің бөлмелері бар, бөлек оқитын жерлері бар. Егерде ал енді ол үйде жалғыз оқу, ол енді негізі жамағатпен оқу керек та. Мүмкіндігінше. Иә, мүмкіндігінше. Сондықтан енді бұл үйде жалғыз оқу, тарауих намазын, нәпіл намазын оқуға болмайды деген нәрсе емес. Сондықтан ниет қылып оқи берсін. Иә, бір рет ниет қылсаңыз, сол 20 ракатқа болады ниет. Мысалға, иә. Енді керемет, бұл енді біздің халықтың ниетінің, осы ықыласының және діни сауатының жылдан жылға көтеріліп келе жатқанның көрінісі болса керек. Біздің мынау тек қана Рамазан айы емес, Шағбан айы туралы бағдарламамыздың өзіне Құран хатымды қалай түсіреміз, қалай Құран оқимыз деген сұрақ қойылып жатыр. Бұл қазақ халқының, яғни Құранға деген күннен күнге жақындап келе жатқанның бір көрінісі болса керек. Бұл тұрғыда Айдос аға, енді өзіңіз соны біз одан сайын насихаттасақ, бір сұрақ қойсам, осы Құранға жақындағанның, күнделікті Құран оқығанның, тек қана Рамазан айында емес, жалпы күнделікті Құран оқығанның қандай бір нығметтері, қандай бір игіліктері бар, соны бір халыққа сүйінші деп айтып берсеңіз бізге де. Жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде айтады, Құран оқудың артықшылығы жайлы. Кімде-кім мына бірінші Құранды үйреніп, оны өзгелерге үйрететін болса, оның да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сияпатын айтып кетеді хадисінде. Және Құранды оқимын деген ықыласымен Құранға қараса, яғни оқи алмаса, қарап отырғанның назарына бұда Аллах тағала сауап беретіндігін айтады. Қарағанның өзіне, яғни армандап, өйткені бұл Алламен тілдесу деген сөз ғой, Құран оқу деген, яғни жүректен өткізіп. Және айтады, Құранды қиналып иектеп оқитын болса, жаңа тез оқитын адамнан қарағанда оған 10 есе сауап бар дейді пайғамбарымыз. Яғни оның артықшылықтарын айтып жатыр. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Құранды біздерге оқуға үгіттеп жатыр. Өйткені біздің ең бірінші осы шариғатты біздерге ашып беретін бұл Аллах тағаладан келген соңғы илахи кітап осы Құран. Яғни біз бұны білмейтін болсақ, біз өзіміздің қалай жүріп тұратынымызды білмейміз. Бұны біздерге абай аталарымыз өлеңдерде де, шәкәрім аталарымызда да сондай жолдармен бұл Құранға үгіттеу арқылы біздерге айтып кеткендіктері де бар. Жалпы осы тұста енді Рамазан айында Құран оқу деген. Оны жаңағыда бағана айтып кеттік, сіз өзіңізде сұрақ қойған болатыныз. Жастар қазір көбінесе, жалпы көпшілік біздің қоғамда жақсы істерде жарысып жатыр. Ол қаншалықты дұрыс деген сияқты. Құранда Аллах тағала фастабихул хайрат, яғни жақсылықта жарысыңдар деді. Енді жақсылықта жарысыңдар деген аят бар. Енді жақсылықта қалай жарысасың? Жарыстың өзінің бір несі бар ғой, өмірлік ұстанымы, шарттары бар. Енді жарысамыз деп, мысалы үшін марафонның өзінде әркім өз орнына тұрып, жоқ мен мына жерден бастап жүгірем десе, біреу мен мына жерден бастап жүгірем, біреу мен кроссовкамен жүгірем дейді, біреу мен жалаң аяқ жүгірем дейді. Оны қолдамайды. Оны барлығы сол бір формада, бір орында, бір арақашықтықта сақтай отырып, бір неге сол межеге жету керек. Яғни сол сияқты ниетті дұрыстап, бір ниетпен, жаңа бір ықыласпен сондай немен жарысатын болса, ол нұр үстіне нұр. Яғни Құран оқуға да жарысуымыз керек екен да біз. Үлкен рахмет, өте бір сауапты сөз айттыңыз. Енді Құранды айтудан бұрын осы бір жақында бір оқиға болды. Мен қоғамдық көлік такси дейміз ғой, сол такси ұстап бір кісінің көлігінде келе жатқан кезде бір жақсы оқиғаға тап болдым. Ол кісі енді көп көліктерде музыка тыңдағанды жақсы көреді ғой. Бірақ ол мен отырған көліктегі кісі Құран тыңдағанды жақсы көреді екен, Құран қосып қояды екен. Егер адамдар әңгіме айтып жатса, бірден өшіре қояды, адамдар сөйлемесе, бір қосып қойып, ақырын сол Құранды тыңдап жүреді екен әрбір несінде. Сол тыңдаудың сауабы қаншалықты? Енді кейде бізде тіпті Құранды оқи алмайтындар, немесе оқуға мүмкіндігі жетпейтіндер, қолы тимейтін адамдар болып жатады. Енді күнделікті осында жаңағы жолда деген сияқты. Сонда Құран тыңдаудың сауабы қаншалықты болады? Жаңа сіз көргеннің өзінде сауап беріледі деп жатсыз ғой. Жалпы ол тыңдауға келетін болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде көретін болсақ, ол Құранды оқу негізінде оқу, сүннет.
ал тыңдау парыз. Енді оқып жатқан адамнан жаңа Қажекеңнің өзі айтып кетті, сахабалар Құран оқыған кезде олар отырып тыңдайтын деп. Ал қазір біздің қауымымызда мешітте намаз оқып болғаннан кейін Құран оқитын болса, намаз оқитын жігіттердің өзі тұрып кететіндері бар да, Құран оқылып жатқан жерде. Ал Құранда Аллах тағала егер Құран оқылып жатқан кезде сендер оны үнсіздікпен тыңдаңдар, Алланың рахымына бөленесіңдер дейді. Енді тыңдау арқылы Алланың рахымын айтып жатыр бізге. Енді бұл Құдай сақтасын, қазіргі қоғамымызда бар ондай адамдар өлең арқылы өздеріндегі жүректері тынышталады да, өлең тыңдау арқылы. Сол сөйтіп айтатын адамдар, мен мына өлеңді тыңдасам дейді, мен рахаттанам, ләззат аламын дейді. Яғни бұл негізінде қарайтын болсақ, біздің санамыз соған қарай өзгеріп кеткендігін көрсетеді. Негізінде әла бидикриллахи татмаиннал қулуб дейді Аллах тағала Құранда. Байқаңдар дейді, жүректер Алланы еске алумен ғана тыныш табады дейді. Яғни басқа аятта келеді, жүректер Алланың саусағының ортасында деп келеді ғой. Сол енді бұл тікелей түсінбейміз ол мағынаны. Яғни Аллах тағала жүректі қалаған жағына қарап бұралады дейді. Енді сондай жүректер болатын болса, біз дұға жасауымыз керек. Аллахым, менің жүрегімді Құран арқылы тыныштандыр деп. Сол мәселе бар. Рахмет, Алла тағала баршамыздың жүрегімізді осы Құран арқылы тыныштандыруды нәсіп етсін. Иншалла, енді осы кезде көрермендеріміздің де есіне сала кететін бір жай туып тұр. Біздің Асыл-арна телеарнасы Құранның 30-шы парасын арнайы диск қылып шығарған болатын. Оны сіздер арнайы дүкендерден ала аласыздар. Ол дисктерді сол видео нұсқасы бар, аудио жинағы бар, қоғамдық көліктерде кез келген ортада сол Құранды қосып тыңдап, қазақша мағынасымен бірге, видео жинағында орысша мағынасымен бірге аласыздар. Сол Құранды қолданып, тыңдап, парызды да орындап, сауапқа да ие бола аласыздар деп ескерткім келеді. Сіздің сөзіңізден шығып жатыр. Біздің бағдарламамыздың аяқталуына да азғандай уақыт қалған екен. Ендеше соңғы бір қорытынды сөзді кезекке берсек. Жалпы қорытынды осы қарапайым халыққа не айтасыздар? Мен енді Аллаға шүкір халқымызға, жамағатымызға, елімізге Алла тағала бірлік берсін, ынтымақ берсін, амандық берсін. Иманы ел болайық, қазақи ел болайық. Сосын енді мынау айта кететін нәрсе, мынау жастарымызды осындай тәрбиелеу керек, мынау төзімділікке, мынау еңбекке үйрету керек. Біздің жастарды бар ғой. Біз енді баяғыда біздің буындар, бізден басқа буындар мысалға жаңағы каникул дейміз ғой мектепте, соны кесек қоятын, шөп оратынбыз, сасырға баратынбыз. Енді оның бәрі қазір қарап отырса, біздің үлкен кісілерге, әке-шешелерімізге, ағаларымызға, үлкен кісілер, көкелерімізге рахмет. Анау төзімділікті үйретіп, күннің ыстығында жаңағы жұмыс істеп, оны қазір қарап отырсақ, сол Алла риза болсын. Сосын мынау екінші айтатын нәрсе, қандай да бір ісімізде Алла разылығы үшін істесек. Адамдардың бір несі үшін емес, адамдардың несі үшін емес. Мысалға, қазір енді Құдайға шүкір халал, адал, халал той деп отырмыз ғой енді. Жарайды, тойдың да өзінде қазір жүйеге түсіру керек болып отыр. Оны да қазір айтып, өнер адамдармен, жігіттермен, інілерімізбен кездескенде де оны да шамамыз келгенше айтып отыр, қолдап отыр. Өйткені мысалы ас беру жағында да, мынау той жасаудың несінде де, әрине ол бір сапалы, Алла разылығы үшін бір ысырап болмайтындай қылып солай жасасақ, сосын жаңағы біздің әсіресе жастарды еңбекке баулу керек, шыдамдылыққа, төзімділікке үйрету керек деп ойлаймын. Рахмет. Айдос аға, өзіңіз сұрауыз. Жалпы осы көрермендерге жаңа сіздің қойып жатқан сұрақтарыңызға байланысты қорытынды сөз айтатын болсақ, жалпы бұл Шағбан айының да берекелдігіне байланысты, бұл Шағбан айында және Шағбан айынан кейін осы хижреттің 2-ші жылы Мәдинада осы ораза Бәдір соғысынан кейін фарыз болды ғой. Соның бір кереметтігі бар, және осы Шағбан айында жаңа біздің құбыламыз, яғни мешіт харамға қарай өзгергендігі, яғни оның барлығы бекер еместігі, яғни бұл айда береке барлығының бәрі, яғни Аллах тағала бір айда бір нәрсе жасап, яғни мұсылман қауымына пайдалы бір нәрсені келтірген болса, ода бір береке, бір мән мағына бар екенін көрсетеді. Осы айда үлкен бір жақсылықтарды жасауымыз керек екен. Үлкен рахмет, Алла разы болсын. Құрметті көрермендер, біз осы жерден бағдарламамызды аяқтаймыз. Алланың қай айында да, қай күнінде де Алла тағаланы еске алып, ықыластарыңызды күшейтіп, құлшылықтарыңызды арттыра беріңіздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.